Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз фигуралар салу және осы фигуралардың периметрін табу. Периметр деген ұғыммен танысамыз. Номер 2 тапсырмада фигуралар берілген тіктөртбұрыш және шаршы. Осы тіктөртбұрыш пен шаршының периметрін табуды үйренеміз. Алдымен тіктөртбұрышты салайық. Ұзындығы өлшеп аламыз алдымен. Ұзындығы қанша, ені қанша? Бұның ұзындығы 6 сантиметр екен, ал ені 3 сантиметр екен. Ұзындығы дегеніміз мына ұзын жері мынау ұзындық болады, ал мына қысқа жері ені болып есептеледі. Тіктөртбұрыштың қасиеті бұның қарама-қарсы қабырғалары бірдей. Ұзындығы бірдей, екі ұзындығы, екі ені бірдей. Жоғары жағы 6 сантиметр болса, төменгі қарама-қарсы бағыты да 6 сантиметр. Мына жағы 3 сантиметр болса, қарама-қарсы бағыты да 3 сантиметр деген сөз. Енді осы тіктөртбұрыштың периметрін табайын. Периметрді ағылшын тілінде П әрпімен белгілейміз. Тіктөртбұрыштың периметрін табамыз деген сөз. Кішірек тіктөртбұрыштың суретін саламыз. Тең. Алдымен ең қарапайым тәсілмен үйренейік. Бұл бірінші тәсілі. Өте қарапайым тәсілі. Бұл барлық қабырғаларының қосындысы. Жай ғана барлық 4 қабырғасын қосып шығамын. 6 сантиметр қосу 3 сантиметр қосу мына қабырғасы 6 сантиметр қосу мына қабырғасы 3 сантиметр. Міне 4 қабырғасын қостым. 1, 2, 3, 4. 4 қабырғасын қостым. Енді мәнін табамыз. Мәні 18 сантиметр. Ары қарай бұл бірінші тәсілі өте қарапайым. Енді екінші тәсілмен танысайық. Екінші тәсілі периметр тіктөртбұрышын сурет саламыз. Тең. Екінші тәсілі бұның мінекей бір ұзындықпен бір енін қосып аламыз. Мінекей 6 сантиметрге 3 сантиметрді қосып аламыз. Бұны жақшаның ішіне жазамыз. 6 сантиметрге 3 сантиметрді қосып аламыз. Көбейтеміз 2-ге. 2-ні қайдан таптық? 2 дегеніміз 2 ұзындық, 2 ені бар деген сөз. Мінекей жақшаның ішіне бір енмен бір ұзындықты қостық, бір ұзындықпен бір енді оны көбейтеміз 2-ге. Әр қайсында 2-2-ден қарама-қарсы қабырғасы бар деген сөз. 6-ға 3-ті қосамын, 9 сантиметр. 9-ды енді 2-ге көбейтемін, 18 сантиметр. Көрдік па? Неде 18 шықты? Мынада да 18 шықты. Енді үшіншісінде де 18 шығу керек. Үшінші тәсілі периметр тең. Енді үшінші тәсілі қарама-қарсы қабырғаларын жеке-жеке орындаймыз. Қарама-қарсы қабырғасы, мысалы, ұзындықтан бастаймыз. 6 сантиметр. 6 сантиметрден нешеуі бар? 6 сантиметрден екеуі бар. Міне, көбейтемін 2 деген сөз. Мынаған сантиметр жазбаймыз, себебі екеуі бар деген сөз. Оған екеуінің ортасын қосамыз. Енді 3 сантиметрден неше қабырға бар? 3 сантиметрден мінекей 2 қабырға бар. Екеуі деген сөз. Көбейтеу 2 дейміз. 2 қабырға бар десе, оны 2 көбейткен сөз. Міне мәнін шығарамыз. 6 сантиметрден 2 қабырғам 12. 3-тен 2 қабырғам 6. Мінекей сантиметр бар бұл жерде. Енді 12-ге 6-ны қосамыз, сонда 18 сантиметр. Мінекей тіктөртбұрыштың периметрін табуының 3 тәсілі бар екен. 3 тәсілмен табуға болады екен. Біріншісі қарапайым қосу тәсілі, екіншісі ұзындық пен енін қосып 2-ге көбейтеміз, үшіншісі жеке-жеке ұзындықты, 2 ұзындықты 2 енін тауып алады екенбіз. Міне тіктөртбұрыштың периметрін осылай табуға болады. Келесі енді шаршының периметрін табамыз. Шаршының периметрі бұл оңайырақ. Шаршы бұл 3 сантиметрден қабырғалары. Шаршының қандай қасиеті бар? Шаршының қасиеті барлық қабырғалары бірдей. 4 қабырғасы да 3 сантиметрден тұрады. 3 сантиметр. Шаршының қасиеті осы барлық қабырғалары бірдей. Бұның периметрін табу 2 тәсілден тұрады. Бірінші тәсілі периметр. Шаршының суретін саламыз кішкентай алып. Бірінші тәсілі өте оңай. Барлық қабырғаларын қосу арқылы, мінекей 4 қабырғасы ма? 4 қабырғасын қосып шығамыз.
3 сантиметр қосу 3 сантиметр қосу 3 сантиметр қосу 3 сантиметр. Мінеке 1, 2, 3, 4. 4 қабырға, мінеке 4 рет жаздым. Сонда тең болады 12 сантиметр. Бұл бірінші тәсілі. Енді екінші тәсілі. Екінші тәсілі қарайық. 3 сантиметрден неше қабырға бар бізде? 3 сантиметрден 4 қабырға бар. Сонда жазамыз. 3 сантиметрдің 4-еуі бар. Демек, 3-ті 4-ке көбейтеміз. Сонда шығады 12 сантиметр. Мінеке, тік төртбұрышпен шаршының периметрін осылай табамыз. Тік төртбұрышта 3 тәсіл болса, шаршыда 2-ақ тәсіл бар екен.